Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін нәзік, керемет көтерілетін, дәмі тіл үйіретін, жұмсақ нан дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ең бірінші електен өткізіп, ұнымызды дайындаймыз. Тұз, қантымызды қосамыз. Дрожь қосамыз. Сұйық майымызды және суымызды қосамыз. Енді қамырымызды біріктіреміз. Қамырымыз осылай жабыспақ болуы керек. Осыны 5-10 минуттай иін қандырып аламыз. Қолымызға сұйық май құйып, қамырымыздың иін қандырып аламыз. Қамырымыз дайын, енді 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымыз дайын. Енді алып, ұнды кішкене себемізде ұзын шағылдырып, осылай жайып шығамыз. Енді рулет сияқты айналдырамыз. Айналған рулетті тағы да осылай айналдырып шығамыз. Және жаңағы жазғандай жазып шығамыз. Енді батонның формасындай қылдырып келтіретін боламыз. Формамызға ұнымызды сеуіп, немесе май қоссаңыз болады. Осылай нанымызды 20 минутқа тағы да көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген нанымызды сүт бетіне жағуға болады, немесе су жағуға болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Мен сүт жақтым. Енді пышақпен кесіп аламыз осылай. Және ұн сеуіп шығамыз. 180 градуста 35-30 минутта пісіріп аламыз. Нанымыз осымен дайын. Жақсылап кесеміз. Мені қараңыздар, қандай жұмсақ енді. Иісі деген, дәмі деген тіл үйіреді. Жұмсақ енді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап көріңіздер. Ас болсын.